Қайырлы күн, ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Күні кешегі соңғы сторисқа байланысты енді сұрақ туындауы мүмкін. Не ішіп жатыр, бұл қалай деген сияқты. Өмір болғаннан кейін әр адам өзінің денсаулығына қарауға қашанда құқылы ғой. Иммунитетті көтеру үшін жалпы ер азаматтар, еркектер қалай деп айтсам, спортпен айналысып, одан бөлек поддерживающий, қолдап тұратын, кішкене көмектесіп тұратын жақсы дүниелерді, ең бастысы дұрыс өнімдерді ішу керек. Соған байланысты енді мен не іштім, кім не біледі, айта кетіңіздер. Дұрыс тапқан жанға. Енді ана жерде барлығы жазуы, барлығы тұруы мүмкін, бірақ ол не үшін, қалай деген сияқты сұрақтар туындаса сұраңыздар, күтемін. Ассалаумағалейкум достар, домалақ бастар, қалайсыздар? Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Біз эфирдамыз, дайынбыз. Бүгін қызық эфир болатынына сендім достар. Қайырлы таң, қалайсыздар? Бүгін күндерің сәтті болсын. Біз бүгін мынандай студияға келіп қалдық. Әдемі бір образ жасаймыз деген ойдамыз. Попозже рилс салатын боламыз. Обязательно қарап, қыздардың еңбектерін оценить етіп, егер де ұнаса, сол қыздарды жазып алыңыздар. Өте күшті мамандар. Бағанағы жасаған макияжымыз, прическамыз осы. Рилсті кешке күтіңіздер. Рилс түсіріп біз бір-біріне қалдық.